Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Алма және әртүрлі жаңалықтар каналы. Бүгін мен сіздерге толықты арықтататын, ал арықты толдыратын 21 ғасырдың нанын жасап көрсетемін. Ең бірінші жасап көрсетемін, жасап болған соң пайдасын айтып беремін. Бастайық. Мынау қара бидай, орысшасы рош. Магазинде сатылатын қара нан осы дәннен жасалады. Бірақ ол, яғни қара нан осы дәннің сыртындағы ең керекті кебегін алып тастайды. Кебек дегеніміз ол отруби. Кебегін алып тастап, бүкіл нәрін пайдасын алып тастайды. Тек сонда магазиндегі біздің жеп жүрген нандарымыздың барлығы ол тек қана ұннан жасалады. Ал ұнның ішінде ешқандай пайдалы зат жоқ. Ал енді біздің бірінші қадамымыз ол қара бидайды жақсылап жуып, тазалауымыз керек. Ағып тұрған суға жақсылап жуамыз. Осындай сито арқылы, мынандай сито арқылы ағып тұрған суға жақсылап жуамыз. Міне достар, мен бұны жақсылап тұрып жудым. Сито арқылы жудым бірінші. Содан кейін екінші осындай суға салып, үстіндегі қалқыған заттарының барлығын төгіп, тағда жақсылап бірнеше рет таза мұздай суға жудым. Және осындай тап-таза күйінде таза суға салып, мен бұны 10 сағатқа қойып қоямын. Яғни бұл осындай суда тұрып, кішкене томпаяды 10 сағаттан кейін. Ол бізге керек. Және де суға бүкіл жаман нәрселерінің барлығы шығады. Керек етсеңіздер, мысалы, 3-4 сағат сайын суды ауыстырып тұрсаңыз болады. Мен солай істеймін. Осы суды яғни төгіп 4 сағаттан кейін орнына жаңа таза су құйып қоямын. Қайырлы таң достар, міне менің қара бидайым томпайды. 9 сағат тұрды судың ішінде. Түнгі сағат 11:30-да қойғам, қазір сағат 9. Енді мен қазір осы судың барлығын төгемін. Жақсылап тұрып бір рет жуып жіберемін. Сосын көрсетемін не істеу керек екен. Бидайдың суын төгіп тастадым. Жақсылап бір рет жуып жібердім. Сито арқылы бүкіл ішіндегі суын, керексіз суларының барлығын төгіп тастадым. Қараңыздар, ішінде, осы ашып көрсеңіздер, ішінде ешқандай су жиналған жоқ. Бірақ мына бидайлардың барлығы ылғал. Бірақ ешқандай су жиналып, ешқайда жиналып тұрған жоқ су. Және осындай күйде мен дымқыл, жақсылап суланған марля. Марляны қаяқтан алам десеңіздер, аптекада 80 теңгеден сатады екен. Осы суланған марляны сулаған кезде сығасыздар, өзі дымқыл және ылғалды болып тұр, бірақ суы ағып тұрған жоқ міне. Ешқандай суы ағып тұрған жоқ. Осындай марлемен осылай сыртын жабамыз. Марлені қатты суғып жеруге болмайды. Мынаның ішінде су жиналмау керек. Бірақ ол ылғалды сондай дымқыл болып тұру керек мыналар. Егер де бидайларыңыз кеуіп кететін болса, ол кезде бір рет шайып жіберіп, тағы да салып қоюға болады. Сондықтан да бұны қадағалап тұру керек. Қатты қиындығы жоқ. Және де бір марля, және үстінен тағы да тура сондай жуылған және сығылған марлені үстіне қойып қоямын. Және осындай түрінде бұл күннің астына қойып қойсаңыздар да болады. Мысалы, подоконник қойып қойсаңыз болады. Немесе любой жерге қойып, үстін жаппай, осындай күйде бұл әртүрлі тұрады. Мысалы, кейде 4 сағат тұрады, кейде 6 сағат тұрады. Сондағысында мынау бидайымыздың, қара бидайымыздың, міне қара бидайымыздың біздің мына жерінде міне, мынандай жері болады. Көрдіңіз ба? Осы жерінен кішкене бір росток шығу керек. 1 миллиметр шыққан кезінде біз бұны дереу істей бастаймыз. Яғни нан жасай бастаймыз. Міне осы жерінен. Кішкене бір ақ нәрсе осылай атып шығады. Сол кезде күтеміз. Мен сіздерге көрсетемін қазір қандай кезінде алу керек екенін. Ал қазірше осылай марленің астына қойып қоямыз. Міне достар, алыстан көрінбейтін шығар, бірақ жақыннан алып көрсетсем, міне жарылды. 1 миллиметр шықты, міне.
Бұдан артық шығаруға болмайды. 1 немесе 2 миллиметр шықты проросткалар дейді оны. Немесе тағы 1 миллиметр өшірсеңіздер де болады. Ол кезде 2 миллиметр болады. Осы 1-2 миллиметр кезінде мен бұдан қазір нан жасаймын. Бір осындай ас қасықпен мындай кесеге бөлек қойып қоямын, оны өзім жеймін. Осындай күйінде жесеңіздер, ол кезде бұда қазір ферменттер бар. Енді ғана жарылды ғой өткен нелері, жаңағы проросткалар. Бұндай кезінде бұда ферменттер бар. Ал ферменттер біздің ағзамызды кәртетпей, жас болып тұруына жаңағы өте қатты ықпалын келтіреді. Қазір ферменттер ешқайда жоқ. Ферменттер болу үшін, мысалы, енді осылай өсіп тұрған ағаштағы алманы алып, соны 1-2 минутта жеп қойсаңыз, сол фермент. Ал мынау осындай кезінде, бұндай пшеница бұл өскен кезінде ол фермент болады. Сол кезде, сондықтан да мен осындайды өзін жеймін. Немесе үлкен кісілерге беретін болсаңыздар, блендерға салып, үстінен кішкене бір су құйып, жаңағы коктейль қып берсеңіздер, ол кезде тіпті керемет. Ол кезде шайнаудың қажет жоқ, жаймен ішесіздер. Ал мынадан мен қазір жаңағы көрсеттім ғой, мындай кофемолкаға салып, кофемолкаға саламын да, бұның барлығын еземін. Немесе кофемолка шәнсел жоқ болса, обычный мясорубкадан 1-2 рет жақсылап тұрып өткізіп алсаңыздар болады. Достар, егер де сіздерде кофемолка жоқ болатын болса, онда мясорубкадан істесеңіздер болады. Менде электрический мясорубка, және мен осыдан жасаймын. Міне осылай шығады, қараңыздар. Міне осылай шығады. Бұл бірінші рет істегенім, қазір осының барлығын тағы бір рет істеп шығамын. Сосын не болатын көреміз. Екі рет мясорубкадан өткізіп жібердім. Осындай түрі болды. Кофемолкадан істесеңіз ұзақ болып кетеді. Сондықтан да мен мясорубкадан істедім. Өйткені қазір уақытым жоқ. Енді бұның үстіне мен су құямын. Міне бір кесе су құямын, көремін. Енді бұның барлығын сіздер өзіңіздің қандай нанды жегілеріңіз келетініне қарай істейсіздер. Мен бұны қазір духовкада жасаймын. Қанша градус екенін точно айта алмаймын. 190-180 градусқа шығар мүмкін. 20 минутқа, 25 минутқа қойып алсаңыздар болады. Міне, маған тура осындай консистенция керек. Қараңыздар қандай. Міне, мындай. Көрініп тұрған шығар, я? Сыққан кезде су шықпайды. Міне. Міне, осындай консистенция керек. Осындай реңге дейін. Енді осының үстіне мен қазір тұз қосамын. Тұзға қалай нан қосасыз, өзіңіз дәмдеп. Қанша тұз ұнайды, сонша қосасыз. Енді қайттан араластырамын. Бұл жаңағы проросткасын алған соң өздеріңіз қалай оны жасағыңыз келеді, солай жасасаңыз болады. Мысалы, кейбіреулер ішіне су құймай, жай ғана жаңағы су құймай, осылай біріктіре салаттағыны кішкене катать етіп, лепешка қылып тонкий. Сковородкаға 1 минуттан 2 жағын пісіріп, солай да жей береді. Олай да болады. Оның проросткасын алған соң, оны любой видында жей берсеңіз болады. Мысалы, жаңағы дән күйінде, проросший пшеница, рожь кезінде. Немесе осылай нан жасап жесеңіз болады. Немесе коктейль жасап ішсеңіз болады. Нанның түрлері әртүрлі. Соған қарай өздеріңіз қалай жейсіздер, балаларыңызға қалай істеп бересіздер, қалай олар ұнатады, соның барлығын жасап көріңіздер. Ең басты процесс ол жаңағы пророщенный кезі 1 миллиметр немесе 2 миллиметр. Одан артық болуға керегі жоқ. Өйткені ол кезде жаңағы витамин, ол кезде жаңағы ферменттер барлығы жоқ болып кетеді. Сол кезде сондай бір моментті ұстау керектігіні
сразу нандарыңыз болса нан жасап, коктейльдеріңіз болса коктейлін жасап, сразу ішіп қою керек. Бұны да мысалы көп нан жасап болған соң, бұны көп жаңа холодильникке қойып, бір жерге қойып, көп жасаудың қажеті жоқ. Жасағаныңызды дереу жеп қою керек. Сол кезде бұл өте өзінің жақсылығын сізге береді. Міне, дайын. Енді мен қазір бұны силиконовый формочкаларға, қазір көрсетемін, сондайларға салып қоямын. Міне достар, менде мынандай силиконовый форма бар. Енді мен осыған қазір тестамды саламын. Тестам. Біздің қазір духовкамыз қызып жатыр. Жақсы қызған духовкаға 20-25 минутқа апарып қоясыздар. Міне достар, 25 минуттай тұрды. 180 градустық печканың ішінде. Жұмсақтылығы өте жақсы. Бұл кішкене тұрған соң, суыған соң, одан ары жұмсарады. Ішін қазір ашып көрсетейін. Осы менің видеом ұнаса, онда лайк қойып, каналға жазылып, менің атып алма, бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.